Қайырлы күн оқырмандарым, бүгін сіздермен қолжетімді ингредиенттен өте дәмді пирог дайындайтын боламын. Видеоны қарамас бұрын менің жаңа рецептілерімді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп алыңыз. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаның ақуызынан сарыуызын бөліп дайындап аламын. Ең алдымен жұмыртқаның сарыуызына қантымды салып, қантым ерігенше жақсылап венчикпен араластырып аламын. Және де үстіне бөлме температурасына еріп тұрған сары майымды салып, тағы да венчикпен араластырып аламын. Содан соң апельсиннің қабығын үткіштің көмегімен үстінен өткізіп шығатын боламын. Тағы да осы ингредиентімізді жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте алдын ала електен өткізілген ұныма бір шай қасық қопсытқышымды салып, араластырып жүмсақ қамыр илеп шығамын. Илеп алған қамырымды бүтіндей бір екі бөлікке бөліп, салафанға салып, 20 минут тоңазытқышқа қалдыратын боламын. Содан соң кремін дайындайтын боламыз. Креміне жұмыртқаның ақуызына шым-шым тұзымды салып, көпіргенше жақсылап миксерлеп шығамын. Жақсылап миксерлеп дайындап алған соң қантымды аз-аздан сала отырып, әппақ етіп миксерлеп аламыз. Ыдысымызды төңкергенде түспейтіндей масса дайын болу қажет. Және де осы ақуызымыздың үстіне қаймақты аз-аздан сала отырып, тағы да миксерлеп аламыз. Миксерлеп алған соң үстіне сгущенный молоконы құйып, тағы да миксерлеп аламыз. Міне кремімізді жақсылап дайындап алдық. Содан соң тоңазытқыштан қамырымызды алып, қамырымның бірінші бөлігін оқтаудың көмегімен жайып, алдын ала майлап алған қалыпқа орналастырып аламын. Және де осы қамырымның үстіне жаңа дайындап алған кремімді құйып аламын. Содан соң қамырымның екінші бөлігін алып, үткіштің көмегімен үстінен өткізіп шығатын боламын. Және де қызып тұрған пеште 180 градуста 45 минут пісіріп алатын боламын.